Себебі Қазақстанда екінің бірі әйеліне Lexus 600 мінгізбейді. Как минимум 60-70 миллион теңгенің машинасы. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода мен қалай жарты жылдың ішінде 30 миллион теңге тауып, қалай 25 миллион теңге шығынға ұшырағаным жайлы айтатын боламын. Және де осы болған ситуациядан финансы жайлы, ақша жайлы өміріме енгізген екі принципке тоқтала кетемін. Видеоның басында мен бір оқиғадан бастағым келіп отыр, себебі осы бүгін болған оқиға менің өміріме өте қатты пайдасын тигізді. Және де менің ақшаға, өзімнің мақсаттарыма көзқарасымды қатты өзгертіп тастады. Ал енді болған оқиғаның алдын мен бір предыстория айта кетейін, чтобы сіздерге полноценный түсінікті болу үшін. Алматыда қазіргі уақытта мен квартираға 420 мың теңге төлеп тұрып жатырмын. Мен үшін бұл үлкен сумма емес, плюс квартираның локациясы удобный болды. И в целом квартира өзі өте жақсы, из-за этого мен осы квартираны таңдадым. И бұл квартираның хозяйкасы бар. И до этого времени только мен хозяйкасымен там жолыққан болатынмын, чтобы там оплата жасау үшін, квартираны көрген кезде деген сияқты. И осы квартираға келген кезде маған бір-ақ дүние ұнамаған болатын, ол, конечно же, квартираның ішіндегі телевизор. Өте ескі и өте қаттып жұмыс істейді. Из-за этого өзім мен 300 мың теңге телевизор сатып алдым, орнаттым. И ана кісіге телевизорды алып кетіңіз тәте деген сияқты айттым. Ол хорошо, қуаныш деді. И бүгін бізде сол квартплата төлейтін күн болатын. Квартираның ақшасын мен, как всегда, алып шықтым, наличка, и телевизорды қоса көтеріп шықтым да, ескі телевизорды. И ол кісі кездесуге Lexus 600-бен келеді. Вот, осы кезде мен қатты өмірге көзқарасым өзгеріп кетті. Қазір түсіндіремін. Именно ол кісі келген кезде, до этого времени мен ол кісіні көргенде өте қарапайым кісі, өте қарапайым киінеді, ешқандай бір ерекшелік жоқ, өте простой кісі, бірақ бүгінгі кездесуге Lexus 600-бен келіп отыр. И именно осы моментте менің ол кісіге деген көзқарасым және ол кісінің күйеуіне деген көзқарасым өте қатты өзгерді. Себебі Қазақстанда екінің бірі әйеліне Lexus 600 мінгізбейді. Как минимум 60-70 миллион теңгенің машинасы. Вот. Даже былай айтайын, қазіргі уақытта Қазақстанда екінің бірі там ер адам Lexus 600 мін алмайды. Потому что, банально, ақша жетпейді да. Оның ішінде, конечно, мен де кірем. Lexus 600 деген как минимум 70 миллион теңгенің машинасы. Ол оңған ақша емес, бәріміз түсінеміз. И именно осы болған ситуация менің ол кісінің күйеуіне деген көзқарасымды қатты өзгертіп тастады. Себебі өзінің әйелін настолько құрметтеп, өзінің әйелінің астына 60-70 миллион теңгенің машинасын мінгізіп қою деген, вот, нағыз дамуға дейін деңгейі да мен үшін. Мен өзімнің деңгейімді көрдім. Болашақта ертең мен үйленетін болсам, менің де әйелім сондай бір как минимум 60-70 миллион теңгенің машинасын мініп жүрген мен де қалайтын едім. Ол мен үшін керемет мотивация болды. Ондай деңгейге мен қалай жете аламын? Егер мен тура сол 70 миллионның машинасын цель қылып қойып, өзімнің тапқан ақшамды жинап отыратын болсам, мен ол цельге жете алмаймын. Потому что, неше түрлі проблема шығады, неше түрлі там расход шығады, из-за этого ол ақша кетіп қалып отырады. Да, мен бәленбай жылда ол ақшаны жинауым мүмкін, бірақ ол уақытқа дейін ол ақшаны инфляция жеп қояды, немесе басқа дүние болады. В любом случае, өте ұзақ уақыт кетеді ол цельме мен жету үшін. Ал енді мен цельме деген көзқарасымды қалай өзгерттім? Қазіргі уақытта менің табысым жақсы. Жарты жылдың ішінде мен как минимум бір 30-35 миллион теңге таптым. Бұл мен үшін өте жақсы, себебі 2 жыл бұрын мен там любой донерді сатып алуға ақшамды есептеп жүрген жігіт болатын. Егер мен тура сол сияқты өзімнің алдыма қойған мақсатым $1 миллион ғой, 25 жасыма дейін мен $1 миллион тапқым келеді. Сол $1 миллион мен жету үшін мен целімді $1 миллион жетемін деп емес, $1 миллион таба алатындай адам болып қалыптасу деген сияқты қойсам, намного мен целіме тез жетемін. Себебі, да, мен тапқан табысымды, каждый тиынымды жинап отырып, $1 миллион жететін болсам, мен өте ұзақ уақытым кетеді. 3 жылда мен ондай цельге жете алмаймын. Ал мен ол цельге жете алам, егер мен сол $1 миллион таба алатындай тұлға болып қалыптассам, яғни өзімді дамытсам. Себебі, мен бүгін ойландым да, 35 миллион теңге табысқа жарты жылда мен қалай жеттім? Потому что сөздің шыны керек, менің семьямда ешқандай адам жоқ, чтобы ондай ақша таба алатындай. Ешкім ондай деңгейге жетпеген. Ал мен сондай ақша тауып, еще 25 миллион теңге шығынға кетіп отырмын. Менің семьямда ондай сәл история болмаған до этого. Яғни, менің білімім неғұрлым көп болған сайын, менің тапқан табысым соғұрлым артық болады. Вроде логично өте қарапайым дүние, бірақ хотя мен оны логично түсінсем де, до этого времени бұл информация мен миыма кірмепті. Мен оны білмеппін. Яғни, менің басымда болған ситуация каждыйыңыздың басыңызда болуы мүмкін. В основном мені көретіндер
ол трейдингке қызығып келген адамдар, себебі мен трейдингпен айналысам, и в целом ютубта до этого времени только трейдинг жайлы видео болатын. Ал қазір осындай мотивационный видео, в целом мен өзімнің өмірімде осы 3 жылдың ішінде қалай 1 миллион долларға өзімді точка А-дан точка Б-ға жеткізгенімді түсіретін боламын. И өзім осы процесте қалай өзгеретінім жайлы кішігірім естелік форматында болу үшін алдағы уақытта ютубта только осындай форматта видео болады, яғни мен тікелей отырып сіздерге осылай өзімнің ойымды жеткізетін боламын. Бұл сіздер үшін ешқандай совет емес, бұл тек қана менің өмірімде болып жатқан оқиға, но в любом случае менің басымда болған дүние сіздерге пайдасын тигізеді. Егер сіздер трейдингте немесе басқа жақтан, мысалы психология жағынан пайда тапқыларыңыз келсе, трейдингтан 10 000 доллар тапқым келеді деп немесе 100 000 долларлық проп аккаунт алғым келеді деп цель қоюдың орнына күнделікті өмірде сол 100 000 доллармен қиналмай сауда жасайтындай адам болып қалыптасу, сондай деңгейде психологияларыңызды түзеу, вот солай сіздер дамысаңыздар, солай өздеріңізге мақсат қойсаңыздар, яғни фокусты 100 000 доллар проп аккаунттан немесе ақшадан өздеріңіздің жеке тұлға ретінде, адам ретінде дамуларыңызға қоятын болсаңыздар, вот сіздерге намного пайдалы болады осы. Бірақ егер сіздер трейдингқа немесе кез келген басқа салаға жарты жыл, 3 ай только трейдингқа жақсылап көңіл бөлсеңіздер, жарты жылдан кейін сіздердің өмірлеріңіз басқаша болады. Жарты жылдан кейін сіздердің алдыға қойған мақсаттарыңыз басқаша болады. Жарты жылдан кейін сіздердің өмір сапаларыңыз намного басқаша болады да, чем просто ойбай мен 100 000 доллар аккаунтқа жетемін дегеннен қарағанда. Да, ондай да цель қоюға болады, бірақ мен өз примерімде білемін, бұл өте неэффективный жол екен. Бүгін менің прям мышлениемді өзгерткен осы ситуация, және де мен өзімнің өмірімнің стандартын белгіледім десем болады. Иә, ондай стандартқа жету 1-2 жылдың жұмысы емес. Адамдар өте ұзақ уақыт арнайды ондай стандартқа, бірақ хоть 10 жылдан кейін, хоть 15 жылдан кейін, егер менің әйелім 70-80 миллион теңгенің машинасын мініп жүретіндей деңгейде мен болсам, мен үшін өте бір мықты деңгей болатын еді. Яғни мен үшін бұл қазір ойлағанның өзінде менде прям вдохновение болып жатырмын мен. Қараңыздар, 2023 жылы мен университетте оқыдым, 2022 жылы мен Яндексте курьер болып жүрдім. Условно 4 жыл бұрын мен қазіргі уақытта тапқан табысыма жетемін деп, в целом осындай жилой комплексте осындай квартира тұрам деп, и 420 000 теңге төлеп там квартира тұрам деп мен ешқашан ойлай алмайтын, потому что менің өмірімде ондай ақша болмады. Менің өмірімде өзімнің өмірбаяным жайлы айта кетейін, біз ауылда егін егеміз. Егіннен бір жылдың ішінде ары кетсе 7 миллион теңге, 8 миллион теңге доход көреміз. Ары кетсе 10 миллион теңге көрген шығармын мен өзімнің білетін прям максимум деген. 10 миллион теңге, например, ақша таптық, соны бір жылға жеткіземіз да. Яғни басқа әрине табыс көзі бар. Это атам менің трактормен жұмыс істейді, елдің жұмысын істейді, из-за этого ел оған ақша төлейді, плюс мал деген бар. Біз мал бордақылаймыз, сатамыз, қой сатамыз, сиыр сатамыз деген сияқты. Вот, осылай табыс көзі болады. Но в основном главный табыс көзі это, конечно же, жер игеру, жүгері егу и соны сату, пайда көру да. И 2022 жылы мен Яндексте жүрдім. Сол жылы колледж бітірдім мен. Жазда университетке түспей тұрып, прям қатты жұмыс істедім. Өте қатты өзімді сол жүгеріге арнадым, жақсылап тұрып жұмыс істедік. Егін жылдағыдан қарағанда өте көп болды, өте көп көлемде жер игердік, чтобы табыс көбірек болу үшін. И мен сол ақшадан өзіме Camry 55 машина сатып аламын деп цель қойған болатын. К сожалению, бірақ ол цель орындалмады, потому что кез келген бизнесте риск бар. И тура сол сияқты мен сол жылы бізде там жүгерінің американский бір ұрық ектік. Итог, ана ұрық пыспай қалды, прям қыс болып кетті. Жүгері пысқан жоқ. Дымқыл, из-за этого қырманға түскен кезде бүткіл егін жүріп кетті да. Вот бизнестегі риск. Бір моментте бүткіл біздің табыс жоқ болып кетті. Бір моментте бүткіл біз ақшадан айырылып қалдық. Плюс жермен айналысатындар түсінеді, техниканың кредиті бар деген сияқты. Плюс егін тегін анау-мынау алған кезде ұрық дәрінің кредиті бар деген сияқты. Яғни расходтар в любом случае болады. Сол расходтарға ақша шығару керек. И в целом до этого ақша болды, енді ақша жоқ. Еще біз минустамыз да. Сол жылы мен университетке түскен болатын, 2023 жылы. Университетке түскен жылы мен қатты ойландым. Менде 3 вариант болды. До этого времени мен криптамен айналысатынмын. Каналда, өзім каналымның башығына шықсаңыздар, бүткіл дүние тұр. Мен криптамен торговля істегенім. В целом криптамен мен өзімнің университетін төлеп жүрдім. Алматыда күнделікті көретін күнімнің
там ақшасын шығарып жүрдім деген сияқты. 20 доллар, 30 доллар мен сделка ашамын, 100%, 200% плюс болған кезде сделканы жауып тастаймын. Конечно, ол жақта плечо өте үлкен болды, но ол маңызды емес. Главное, мен өзімнің университетімді төледім, и в целом трейдингте мен ақша тауып жаттым. Вот. Итог. Менде 3 вариант болды. Біріншісі, университеттен кейін наемный жұмысқа кіру. Ары кетсе зарплатам 500 мың теңге болатын еді. Ары кетсе прям потолок дегенім. И ол кезде мен үшін 500 мың теңгеден прям үлкен сумма еді. Екінші ситуация, мен бизнес бастай алатын едім. Себебі айтып отырмын ғой, ауылда уже бизнес қирап қалды. Мен уже ауылдағы бизнеске сене алмаймын. Еще сол жылы ешкімнің егіні өткен жоқ. Елдің бәрі шығынға ұшырады, елдің бәрі минуста, елдің бәрі жүгерісін өткізе алған жоқ. Ол просто қырмада чіріп кетті да, көп адам жүгерісі. Вот так. Яғни елдің бәрі минуста. Мен ана ситуацияны көріп тұрмын. И уже менің бизнеске деген көзқарасым өзгеріп кетті. Плюс, конечно же, ауылда ақша қалмады. Елдің жүгерісі өтіп жатқан жоқ. Менде де, мысалы, семьямызда бізде ақша қалмады. Кредиттер қысып тұр. И менде 3 вариант болды. Біріншісі наемный жұмыс, екіншісі бизнес, үшіншісі трейдинг. Вот. Осы үшеуінің арасында мен таңдау жасау керек болдым. Себебі именно сол жүгері шіріп кеткен кезде мен жақсы түсіндім. Маған ешкім көмекке келмейді. Семьямды мен жалғыз өзім алып шығу керекпін. Вот. Себебі семьяда мен жалғыз ұлмын, елдің бәрі маған сеніп отыр. Мен университетте оқып жатырмын. Оқығаннан кейін мамандық бойынша жұмыс істейді деген сияқты. Оймен мен в целом университетке түскен болатынмын. Если что, мен нархозда финансы мамандығында оқыдым. Вот. Сол моментте осы 3 саланың ішінен біреуін таңдау керек кезде мен Кийосакидің кітабын оқыдым. Кийосакидің кітабында келесі 3 критерий, келесі 3 маңызды дүние сала таңдауға келген кезде осы жайлы айтылған болатын. Әр қайсыларыңыз егер жақсы ақша тапқыларыңыз келсе, келесі 3 сұраққа жауап беріңіздер. Сала таңдаған кезде. Біріншісі, сіз сала таңдаған кезде, во-первых, ол сала сіздің сүйікті салаңыз болу керек. Например, трейдингті мен жақсы көремін, трейдингпен айналысқан маған ұнайды. Из-за этого мен трейдингті таңдадым. Бұл бірінші. Яғни сіз айналысқан жұмыс өзіңізге ұнауы керек. Бұл өте маңызды. Таңдауға келген кезде екінші маңызды дүние ол сіз таңдаған салада ақша болу керек. Обязательно ақша болу керек, чтобы сіздер максимально көп ақша жасай алатын. Например, бизнесте де ақша бар, трейдингте де ақша бар. Хорошо, уже наемный жұмыс мен ысырып тастадым, потому что табиғатынан мен характерім қиын адаммын. И біреуге жұмыс істей алмаймын. Но бизнесті таңдайын десем, менде главный проблема ол капиталдың жоқтығы. Тупо капитал жоқ, өзім так-и-так Яндексте жүрген адаммын, так-и-так ақшам жоқ адаммын. И, конечно же, только единственный вариант трейдинг болды. Ал енді трейдингті мен таңдауға деген үшінші маңызды критерийдің бірі, жаңа айтып өткен, біріншісі сізге ол өзіңіздің таңдаған сала ұнау керек. Бұл железобетонный, потому что егер ұнамаса, сіз айналыспайсыз. Вдохновение болмайды, бір мотивация болмайды сізде. И, конечно же, энтузиазм болмайды. Бұл біріншісі. Екіншісі, ол сол салада ақша болу керек. Үшіншісі, ол саланы сіз басқа адамға үйрете алу керексіз. Вот осы 3 правила, 3 маңызды правила сізді прям өзіңіздің таңдаған салада өте жақсы результатқа жеткізеді. Ұзақ мерзімде, конечно. Вот осы 3 принципке сүйеніп, Кийосакидің кітабынан оқып, мен трейдинг таңдадым. Себебі трейдингте там ақша бар, трейдинг маған ұнайды, және де трейдингті мен басқа адамға үйрете аламын. Вот. Осылай мен трейдингті таңдадым. Конечно же, трейдингте мен сразу результатқа жеткен жоқпын. Өте көп уақытым менің оқуға кетті, себебі банально обучение алатын менің ақшам жоқ. До этого времени менің өмірімде ақша болды, мен өзімше машина аламын, анау деп цель қойып тастағанмын. Итог, не машина жоқ, не ақша жоқ, еще бүткіл семья мен минуста, қарызда. Вот так. И осы менің өмірімде болған ситуация, осы өмірімде болған менің қиындық маған өте қатты әсер етті десем болады. Вот в целом трейдингқа келген менің өмір баяным осындай, менің мотивациям осындай, то есть басқалар сияқты мен ойбай, мен $1 миллион табам деп цель қойып, сол бар дүние ресурсты пайдаланып, мен трейдингқа келген жоқпын. Амалдың жоқтығынан өзімнің тупикта екенімді түсініп, мен трейдингқа келдім. Из-за этого мен ойлаймын, что қазір менің осы жеткен деңгейім сол өмірімде болған қиындықтың арқасында деп. И қазіргі уақытта мен өзіме цель қойып отырмын. $1 миллион табатындай тұлға болып қалыптасу, сондай деңгейде даму. Сондықтан алдағы уақытта в целом YouTube каналда, Telegram каналда өте үлкен өзгерістер енгізіледі. До этого времени YouTube'да да, Telegram'да да только трейдинг болатын болса, енді мен полноценно инвестицияға көңіл бөлемін, полноценно мен дополнительный доходтарға көңіл бөлетін боламын. Яғни менің өміріме трейдингтен басқа доходтар болуы керек. Это железобетонно, это обязательно. Мен сондай табыс көзін қарастыратын боламын. Және де сіздермен бөлісетін боламын, так что Телеграмға, YouTube'қа подписка жасаңыздар. Надеюсь, сіздерге өте пайдалы болады мен беретін ақпарат. Ал енді 25 миллион теңгенің мәселесіне келейік. В целом,
осы жарты жылдың ішінде, өткен жарты жылдың ішінде жаңа жылға дейін мен есептедім. Осы жылы менің өмірімде тапқан табысым до этого времени 20 жылдың ішінде тапқан табысымнан қарағанда көп болған. Себебі трейдингте менің в целом графикке деген көзқарасым өзгерді. И в целом NoFomo проектіне қосылғаннан кейін, NoFomoны бірге там Диаспен жүргізгеннен кейін біздің табысымыз көп болды. И в целом Диасқа да өте көп рахмет. Вот отдельно рахмет айтқым келіп тұр оған. Маған ақша жағына келгенде, капитал басқару жағына келгенде өте қатты пайдасы тиді. Өте грамотный, өте прям мықты адам деп айта аламын Диасты. Так что в целом NoFomo проектіне қаттырақ көңіл бөліңіздер. И Диастың айтқан істесеңіздер трейдингте жақсы результатқа жетесіздер. Және де сіздерге NoFomo проекті максимально пайдалы информация беруге тырысамыз. Видео сәл ауытқып кетті. Так что 25 миллион теңге темасына қайтадан оралайық. Және де осы жарты жылдың ішінде мен үлкен табыс тапқаннан кейін мен уже осознанно ойладым, так мен уже ақша таптым трейдингте, мен бұл ақшаны белгілі бір салаға салу керекпін. И сол жақта менде дополнительный доход болу керек деп ойладым. Потому что құр трейдингтен да мен ақша тауып жатырмын, бірақ басқа жақтан да маған ақша түсіп тұрғаны маған дұрыс еді. Сол үшін мен тапқан ақшамды басқа салаға салып отырдым. То есть ол саланы мен өзім басқарған жоқпын. Чтобы сіздер түсіну үшін бір адам, бір тұлға маған өзінің бизнес идеясын айтты, бүткіл бизнес планын көрсетті, мен ойландым. И сол салаға бастапқыда мен 11 миллион теңге салған болатын. Как минимум мен 11 миллион теңге салдым. Мысалы басында мен 10 миллион теңге бердім. И дальше уже почти что 4 миллион теңге, 5 миллион теңге ішінен тағы да ақша салдым да. Ол жігітте капитал болмады, бірақ бизнес бастаймын анау деген әңгімесіне мен сеніп, сол ақшаны салдым. В итоге 15 миллион теңге салынды, 15 миллион теңге минус. И бұл жерде мен түсінген бірінші ақша жайлы жаңа айтып өткен принципім, егер сен өзің сол саламен айналыспасаң, өзің разбираться етпесең, в таком случае ол саламен айналысып керек емес. Да, ол жігіт 15 миллион теңге салғаннан 30 миллион теңге оборот жасады. 30 миллион теңге, нет, 40 миллион теңгеде оборот жасады. Таза пайда бізде 30 миллион теңгеде болды. Бірақ ол жігіт өзінің проблемалар болғаннан кейін, қазіргі уақытта почти что 100 миллион теңге қарызда. 100 миллион теңге қарызға кіріп кетті. И ол маған айтады, қуаныш, мен сенің ақшаңды қайтарып берем, біз 50-50 бөлеміз деп келіскенбіз. Ақшаңды қайтарып берем, маған уақыт бер дейді. Бірақ ол ақша қанша уақытта қайтады, қалай қайтады мен білмеймін. Это во-первых. Во-вторых, менің қателігім ол салаға ақшаға мен салғаннан кейін моментально табысымды алып отырмағаным. Яғни табыс түсті, 50-50 бөлдім, өзіме алып алмадым да. Просто ол шотта жата берді, из-за этого ана жігіт минусқа кетті. Оның қалай минусқа кеткенін мен айтпаймын, ешкім түсіністемеймін. Бірақ в любом случае ол минусқа кетті. Қазіргі уақытта 100 миллион қарыз бар да. То есть, да мен адамға сендім, да оның бизнес идеясы дұрыс жұмыс істеді, бірақ, к сожалению, менің қателігім салған инвестицияма соны жоғалтуға дайын болмадым, во-первых. Во-вторых, түскен пайданы бірден алып отырмадым. Вот, менің басты қателігім осы болған екен. И осы қателігімнің кесірінен қазіргі уақытта сол 15 миллион теңге салған ақшамды мен қайтарып ала алмай отырмын. И 25 миллион теңге минустың, 25 миллион теңге шығынның бірінші мәселесі осы. Яғни сіздерге совет, менің өзіме совет, мен өз басымда өткен дүние. Егер сіз салада разбираться етпесеңіз, біреуге ақша беруге, там ақша беріп тұрсаңыз, чтобы ол адам жұмыс істеп, сізге 50%, например, пайдасын беріп отырсын десеңіз, всегда пайданы алып отырыңыз. Всегда, это железобетонное правило. Ақшаға келгенде, да, дос деген дүние болады, там бауыр деген дүние болады, бірақ ақшаға келгенде всегда ортада договоренность болу керек, келісімшарт болу керек, и өзіңіздің пайдаңызды моментально алып отырыңыз. Это өте қатты сізді психологический проблемадан сақтайды, потому что ана жігіт вот осылай ситуациядан мен осындай ситуацияға мен тіреліп қалдым, и сен ақшаңды бере алмаймын деген кезде менде сөздің шыны керек ашу болды. Бұл ақша жайлы менің бірінші принципім. Яғни осы 25 миллион теңге жайлы. Ал екінші принципім, егер сіздер хоть трейдингтен, хоть басқа саладан ақша тауып жатсаңыздар, учет расходов и доходов. Қанша ақша құрттыңыздар, қанша ақша таптыңыздар, соны жүргізіңіздер. Потому что ақшаны табатын сала табу немесе в целом трейдинг болсын, басқа сала болсын, ақша табу оңай. Белгілі бір ереже ұстанасыздар. Например, трейдингта бір стратегия зерттейсіздер, бір модель входа, бір сауда жасайтын сессия, және де риск менеджмент, 1% от депозита.
егер осы ережені ұстанатын болсаңыздар, егер сіздің алған біліміңіз трейдингте дұрыс болатын болса, сіз в любом случае хоть проптан өтесіздер, ақша тауып кетесіздер. Бұл железобетонное правило. То есть бұл ережені ұстану арқылы, егер сіздің біліміңіз дұрыс болса, сіз трейдингтағы 90% проблеманың бәрін ысырып тастайсыз. То есть сделка ашқан кезде отыра алмаймын, там мен сделка ашқаннан кейін баға менің стопыма барады деген сияқты, немесе тағандай проблема бар. Сделка ашуға қорқам, немесе депозит қадап тастадым деген сияқты. Банально, егер сіз депозиттің 1%-мен рисковать етсеңіз, сіз бүткіл депозитті қадау үшін, проп счетта как минимум 10 сделка қатарынан минусқа кету керексіз. Ал личный депозитте как минимум депозитті қадау үшін сіз 100 сделка қатарынан минусқа кету керексіз. Ол мүмкін емес. Егер сіздің торговый стратегияңыз, торговый системаңыз дұрыс болса, ол мүмкін емес. Банально қарапайым ереже, ол сізді результатқа жеткізетін қарапайым ереже осы. Вот и все. И не үшін мен учет расходов и доходов деп айттым. Потому что мен до этого времени ақша таптым, бірақ өзімнің ақшамның есебін жүргізбеген екенмін. Осы менің басыма өте қатты тиді. Соңғы 3 айдың ішінде мен есеп жүргізіп көрдім, менің расходым 11 миллион теңге шықты. Қазір мен осы жерге скрин бекітіп кетемін. Инвестади деген приложениеде мен өзім расходымды есептеймін. Мысалы, қандай жаққа, қандай ақша құрттым, қандай ақша таптым, соның бәрін есептеймін. И соңғы 3 ай көлемінде құры менің өзімне, мен үйленбегем, менің машинам жоқ. Бірақ мен өзімнің ауылымды қамтамасыз етіп отырмын. Менің күнделікті өзімнің құртатын ақшамды мен өзім қамтамасыз етіп отырмын. Плюс тағы да дополнительный расходтар бар, например, монтажердің зарплатасы деген сияқты, немесе басқа адамдарға ақша беру деген сияқты. Например, мен қызыма расходтарым бар деген сияқты. Например, оның тренерін төлеп берем, залына абонементін алып берем деген сияқты. Но в любом случае, қыдыруым бар, жүргенім бар, Алматыда расход көп қойынды. Но бойдақ жігіт жасы 22-де 11 миллион теңге расход шығару 3 айда деген, это сұмдық дүние. Вот мен осыны түсіндім. Так что, егер сіздің целіңіз ауқымды болса, то есть сіз өзіңіздің болашағыңызға үлкен жоспар құрып отырсаңыз, үлкен қаржылай жетістікке жетем десеңіз, менің қателігімді қайталамаңыздар, максимально экономите, максимально керек емес расход азайтыңыздар, прям максимально в корень. И как минимум бір өзіңіздің қалтаңызда 100 миллион теңге капиталыңыз болғанша расходты азайтыңыздар. Потому что егер сіз 100 миллион теңге капиталыңыз болатын болса, сіз уже там кедей адамдардың немесе орташа санаттағы адамдардың қатарында емес. Егер сіздің қарызыңыз болмаса, 100 миллион теңге капиталыңыз болса, сондай деңгейге дейін жете алсаңыз, ол оңай емес, бірақ оған жетуге болады. Себебі тура сіз сияқты адамдар осы трейдингтен айналысып жатыр, немесе басқа салада ақша тауып жатыр. Сіз де оқу арқылы, өзіңізді дамыту арқылы сондай деңгейге жете аласыздар. Сондықтан, пока сіздің қолыңызда сізге пассивный доход алып келіп тұрған, сіздің доходыңыз расходыңыздан көп болатын деңгейге жеткенше максимально ақшаңызды экономите, максимально өзіңіздің саморазвитиеңізге салыңыз, максимально инвестиция жасаңыз, хоть өзіңізге болсын, хоть басқа бір, например, актив сатып алыңыз, мен сияқты, мысалы, малға ақша салыңыз деген сияқты. То есть сізде прям крупный капитал пайда болғанша өзіңіздің ақшаңызды экономите. Және де учет расходов и доходов жүргізу керек. Это обязательно, это железобетонное правило, чтобы сіз өзіңіздің ақшаңыз қай жаққа кетіп жатыр, қандай шығынды сіз азайта аласыз, вот соны түсіну үшін. То есть менің целым ақша жайлы осы уақытта түсінгенім, осы соңғы жарты жылда түсінгенім осы екі правило. И еще мен расходымды соңғы 3 айын ғана есептедім. Осы февраль 4-ші айды мен айдың соңында есептеймін. И в целом қанша расход менде шықты, айдың соңында белгілі болады. Бірақ в любом случае 3 айдың ішінде 22 жасар бойдағы жігітке 11 миллион теңге расход шығару деген өте үлкен дүние, өте үлкен сумма. Так что қазіргі уақытта мен өзім расходымды, өзімнің ақша құртуымды максимально қысқарттым и постепенно инвестиция жасайтын боламын. Сөздің шыны керек, 25 миллион теңге шығын шығару деген менің капиталыма біраз соққысын тигізді. Из-за этого менің трейдингте личный капиталым азайды, но постепенно личный капиталды мен көбейтіп аламын. И менің өте жақсы істеген дүнием бұл ситуацияда ауылға мал сатып алып қойғаным, потому что мен ертеңгі күніме деген қорқынышым жоғалады. Ертеңгі күніме мен уайымдамаймын. Даже если мен прям банкрот болып қалсам да, даже если мен 0 болып қалсам да, прям мен ертеңгі күнге сақтап қойған ақшам бар. Как минимум мен ауылда 35-40 сиырым бар. Оның бағасы, қазіргі уақытта мен сиырлардың бағасын білмеймін, из-за этого нақты айта алмаймын да.
но крупный суммада ол менің өмірімді қамтамасыз ете алады. Ертең мен үйленем десем де, ертең мен, например, машина сатып аламын десем де, мен уже ақшам бар, ол ақша сақталып тұр. Вот, мен соған қуанамын, мен сондай ситуация өзіме жасап қойғаныма прям риза боламын. Түпкі ой, өзіңізге инвестиция жасаңыз, өзіңіз жеке дамыңыз. Сіз ешқашан трейдингтен үлкен ақша таппайсыз, егер сіз мышлениясы дұрыс адам болмасаңыз. Ал сіздің мышлениеңіз дұрыс болу үшін сіз өзіңізді дамыту керексіз. И в целом, мені осы деңгейге жеткізген мен бір кітап деп айта аламын. Всем советую, железобетонное правило. Мен каждый адамға советовать ететін кітап, ол Роберт Кийосакидің кітабы «Богатый папа, бедный папа». Каждый адам біледі ол кітапты. Прям каждый адам біледі. Біреу оқып тастаған, ой, типа, о жақта онша емес қой деген сияқты айтады да. Бірақ 2021 жылы қой бағып жүріп, менің екінші курс колледждің студенті болып 17 жасымда оқыған кітабым сол. И мен ойланбастан айтылам, егер сол кітап болмаса, мен қазір осы видеоны түсіріп отырмайтын едім. Құдай маған сол кітапты береке қылып берді. Менің өмірімде болып жатқан оқиғалар сол кітаптың арқасында. И в целом тауып жатқан табысым сол кітаптың пайдасынан. Себебі сол кітаптан мен түсіндім ақшаның не екенін, актив деген не, пассив деген не. И в целом адамның өзіне жасаған инвестиция, ол главный инвестиция екенін мен сол кітаптан түсіндім. Ол кезде менде өте көп ақша болған жоқ, бірақ 3000 теңгемді қиып, заказ беріп, сол кітапты алып оқығанымның арқасында қазір мен 25 миллион теңге шығын шығарып отырмын. Да, ол мен үшін шығын, маған обидно, но в любом случае ол маған Құдайдан келген сынақ. Мен оның алдында там ішім ашымайды, күймеймін, басымды ауыртпаймын. Значит, солай болу керек болды. Менің өмірімде 25 миллион теңге шығын болды. Бірақ мен 25 миллион теңге шығын болды деп өмірден қиналып, өмірден түңіліп отырғанша, лучше дальше дамығаным. И в целом бұны как опыт деп қарағаным маған намного көп пайдасын тигізеді. Вот. Так что всем советую, прям железобетонное правило, сол кітапты оқыңыздар, өте қатты сіздерге пайдасын тигізеді. Ол кітапта актив деген не, пассив деген не, ақшаны қалай жасау керек, сол жайлы айтады. Надеюсь, сіздерге пайдалы видео болды, біраз информация айтылды. И осындай формат сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер де сіздерде сұрақ болса, трейдинг жағынан, ақша жағынан, финансы жағынан, инвестиция жағынан сұрақтар болатын болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен комментарийді өте қатты мән беріп оқитын боламын. Және де өздеріңіз сұрақтарыңыз сол жаққа қоя аласыздар. Егер сұрақ өте ауқымды, өте сапалы болатын болса, мен келесі видеода именно сіздің сұрағыңызға қарап видеоны түсіретін боламын да. А так, келесі видеолар уже инвестиция жайлы, ақша салу жайлы, и в целом капиталды қалай басқару керек, сол жайлы болады. Және де, конечно же, қаржылық менің советтерім, психология, соның бәрі осы видеолардың ішінде болады. Так что қайттан айтамын, видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.